Баршаңызға сәлем. Қиярдың адам ағзасына пайдасы атты жауабымызбен таныспас бұрын арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Салауатты тамақтану өзімізге деген сенімділікті күшейтеді. Сіз ажарлы көрінесіз, өзіңізді жақсы сезінесіз, көбірек қуатқа ие боласыз. Ол үшін біз ең кем дегенде күніне 1 рет көкөністерді жеуіміз қажет. Алуан түрлер тұрғысынан қарастырғанда көкөністер мен басқа азықты салыстыруға болмайды. Олар тағамдарды түрлендіреді. Нақты деректер бойынша 1000-шы жылдары-ақ ежелгі Қытай, Рим, Мысыр көкөністермен айналысқан екен. Зерттеу мақсаты қиярдың өзіндік ерекшеліктерін таныта отырып, оның адам ағзасына тигізетін пайдалы жақтарына терең талдау жасау, қиярды тұрмыста пайдалану және оның емдік қасиеттерін ашып көрсету. Қияр ең ежелгі көкөністі өсімдіктердің бірі, ол 3000 жыл бойы танымал. Ол кәді, самсар сияқты асқабақ тұқымдас бір жаздық дақыл. Орта ғасырда гректерден славян халықтары қияр деген атты алғаны белгілі. Гректердің аугурос, огурец, піспеген, пісіп жетілмеген деген мағына береді. Жаңа жыл санауымызға дейінгі 5000 жыл бұрын осы аймақтарда өсіре бастағаны белгілі. Осы аймақтардан жерорта теңіз елдеріне, батысқа да, шығысқа да тарала бастаған. Ертедегі Египетте, гректерде, римдіктерде қияр өсіруді әдеттегідей қарапайым жұмыс деп есептеген. Олар қиярды дәмді тағам деп санаған. Энциклопедиялық еңбектердің мәліметіне қарағанда, қияр 6000 жылдан астам уақыт бұрын пайда болған. Оның отаны Үндістанның тропикалық және субтропикалық аудандары. Гималайдың етегінде әлі күнге дейін қиярдың ең көне жабайы түрлері өседі екен. Қияр дәстүрлі діндердің қалыптасуына өзек болған кітаптардың бірі Інжілде Мысырда өсірілетін көкөніс ретінде аталады. Ежелгі римдіктер мен гректер де қияр өсіріп жей білген. Биологиялық құрамы: қияр асқабақ тұқымдасына жататын бір жылдық көкөніс дақыл, жарық, ылғалды және жылы жерлерде жақсы өседі, суыққа төзімсіз, сабағы жатаған не өрмелегіш, түкті мұртшалар арқылы шырмалы өседі, ұзындығы 1-2 метрге дейін барады, жапырағы кезектесіп орналасқан, ұзын сағақты, түкті, гүлі сары дара жынысты, жемісі қияр, жемісі жеуге жарамды, тұқымы көп, шырынды және түсі жасыл болып келеді. Түріне байланысты көлемі әртүрлі болады. Тұқымы осындай. Пайдасы: 95-96% су, 4-5% құрғақ зат, 2-25% қант, 1% ақуыз, эфир майы, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, дәрумендерден тұрады екен. Қиярдың түрлері: ерте сатуға және өңдеуге арналған корнишон типті қиярлар, жабық грунтқа арналған корнишон типті қиярлар, тегіс жемісті және қысқа жемісті қиярлар, жабық грунтқа арналған орташа жемісті қиярлар. Ерте сатуға және өңдеуге арналған корнишон типті қиярларға Криспина F1, Ajax F1, Vertina F1, жабық грунтқа арналған корнишон типті қиярларға Barvina F1, Arzu F1, тегіс және қысқа жемісті қияр. Жабық грунтқа арналған орташа жемісті қиярға Infinity F1 жатады. Maximum F1, Magnum F1. Қиярдың адам ағзасына пайдасы: 95% судан тұратындығына қарамастан, қияр дәрумендер мен микроэлементтерге өте бай. Оның құрамында В тобына жататын дәрумендермен қатар, жүрек-қан тамырлары үшін пайдалы калий, ағзадағы зат алмасу процесінің қалыпты жұмысы үшін қажетті иод және аскорбин қышқылы бар. Бір қызығы, қиярдың көлемі неғұрлым кіші болса, оның құрамындағы С дәруменінің мөлшері соғұрлым көп болады екен. Қияр астың дұрыс қорытылуын қалыпқа келтіріп, зат алмасу жұмысын реттейді. Қазіргі медицина мамандарының тұжырымдамасында қиярдың құрамындағы никотин сияқты зат бар. Темекі тартуды қойғысы келгендерге қиярдың жас жемістерінен бастап маринадталған, консервіленген және тағы басқа тағамға пайдалануды ұсынады. Осымен қатар тағы да осы зат Альцгеймер ауруына қарсы тұратындығы анықталған. Қияр жемісіндегі күкірт шаштың түсуінен сақтандырады.
тістің тырнақтың жағдайын жақсартады дейді мамандар. Қияр жемісінің тағы бір құндылығы құрамындағы йодтың жеңіл сіңірілуінде. Ал осы микроэлемент қалғанша безінің жақсы жұмыс жасауын қамтамасыздандыратындығы анықталған. Арықтаудың ең оңай түрі қияр жеп арықтау дейді мамандар. Бұлай арықтау еш қиындық тудырмайды. Жасыл қияр дәмді ғана емес, денсаулыққа өте шипалы. Қияр ағзадағы зат алмасуды реттеп, ішектерді тазалап, теріні нәрлендіреді. Қиярдың құрамында калория аз болады, сондықтан ол майлы тағамдардың ағзаға 2-3 сағатта сіңіп кетуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар көкөністің бұл түрі белгілі мөлшерде ағзаға қажетті дәрумендерді береді. Қияр жеп арықтауды қолға алған адам 3 күннен соң-ақ артық салмақтан арыла бастағанын байқайды. Бұл көкөністе ағзамыз қажет ететін пайдалы заттардың көбісі жинақталған. Олар В1, В2, В3, В5, В6, С дәрумендері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий мен мырыш. Ауыр жұмыс күннен шаршап келдіңіз бе? Кофені қоя тұрыңыз. Тоңазытқыштан бір балғын қияр тазалап жеп көріңіз. Құрамындағы В дәрумендер топтамасы көмірсутектер сізді бірнеше сағатта энергиямен қамтамасыз етеді. Ағзадағы улы керексіз заттарды шығарады. Қияр диета кезінде пайдалануға болады, өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Жаңа піскен қиярдың құнарлылығы 13,500 килокалория. В витаминінің көзі. Қияр В тобындағы витаминдердің көзі, сондықтан да оны күнделікті ас мәзірінде қолдану өте пайдалы. Ауыздағы жағымсыз иісті жояды. Егер сізді аузыңыздың жағымсыз иісі мазаласа, онда қияр оны жоюға көмектеседі. Көкөністің бір тілімін 30 секунд аузыңызда ұстап тұрсаңыз, жағымсыз иісті қоздыратын бактерияларды өлтіреді. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырмен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Тері және шашқа арналған керемет құрал. Күнге күйгенде немесе терінің тітіркенуі кезінде қиярды қолданған жөн. Көкөністің сыртын тазалап, терінің зардап шеккен жеріне қою керек. Сонымен қатар қияр маскасы теріні ағартуға да көмектеседі. Ол үшін кесілген қиярды бет терісіне қойып, бірнеше уақыт ұстау керек. Ал қиярдың құрамындағы кремний мен күкірт шаштың өсуіне қуат береді. Целлюлитпен күреседі. Целлюлитпен күресіп жүрген адамдар үшін суды көп ішу маңызды. Жоғарыда айтқандай, қиярдың 95%-ын су құрайды. Қорытынды және ұсыныстар. Адам ажарлы көрініп, өзін жақсы сезіну үшін жақсы тамақтанып, дәрумендер мен ағзаны сақтайтын заттармен қамтамасыз ету керек. Сонда көбірек қуатқа ие боламыз. Біз осы жұмысымызда қиярдың адам ағзасы үшін көптеген пайдалы жақтарын таныдық. Осы табиғаттың игілігін күн сайын пайдаланатын болайық. Өзіміздің көтеріңкі көңіл күй мен сымбатты дене бітімімен қамтамасыз етіп, ауыр сырқаулардан ағзамызды сақтай білейік. Салауатты өмір салтын ұстанып, табиғи таза өнімдерді қолданайық. Осымен қиярдың пайдасы туралы жобамыз аяқталды. Бейнебаянымыз ұнаса, арнамызды қолдап лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Алда тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.